Мен Абулов Фархат Алишерова 1993 жылы Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылында дүниеге келді. Төле Би орта мектебінің түлегі. Бала кезінен спортқа бейім болып, баскетбол үйірмесіне қатысқан. Осы спорт саласын ұнатып, өзіне серік етіп, Шымкент қаласындағы академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетіне дене шынықтыру және спорт бөліміне оқуға түстім. Екі мың 21 жылы өзінің туған ауылындағы Төле Би орта мектебіне жұмысқа орналастым. 2022 жылы мұғалімдер арасында біздің мектеп қалалық баскетбол жарысынан жүлделі екінші орынға ие болды. Қазіргі таңда 4-ші сыныптан бастап оқушыларды баскетбол үйірмесіне жаттықтырамыз. 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10, 11-ші сыныптар арасындағы мектеп аралық жарыстарға дайындап, жеңіске деген ерік жігер, мықтылық алға қойған қол жеткізуге тәрбиелейміз. Мен тек қана баскетбол үйірмесіне ғана емес, футбол үйірмесіне де көңіл бөлемін. Мен өзімнің бос уақытымды спортқа арнаймын. Футбол. Кешкілікте жаттығу залына барамын. Мамандығым мақтанышым дей отыра, сол мамандықтың қыры мен сырын меңгеріп, шыңына жете білу керек. Спорттың нәтижесі оқушыларының өмірдегі жеңістері, дарындылық қасиеттерінің қабілеттерінің ашылып, кеңейе түсуі, өзін өзі бағалауды күшейтуі, өз бақытын іздеуі.